Құрсақ шашу. Әңгіме. Авторы Ділдар Мамырбаева. Ажардың бауыр қолқасын бір нәрсе улап барады. Ойы тас талқан. Тамырына қан симай ұрғылағанда жанын қоярға жер таппайды. Көңілі дал-дал. Күйеуінің өмірден өткеніне 2 айға жуықтап қалған. 10 жыл отасқан отағасы үн-түнсіз ұйықтап жатып жүріп кеткен. Араларында бала болмаған. Мүмкін соны уайымдады ма, өз құсасы өзінде болып, жайшылықта көп ашыла бермейтін. Тек өмірден өтерінен 3 күн бұрын. Құдай бізге неге бір ши көкпесін қимады? Әлде сенің, әлде менің кінәм көп болды ма? Деп келе жатқанда Ажар шап ете түскен. Мен неменеге кінәлі болады екем? Ақ адал қосылғанымды Құдай көріп тұр ғой, нені бықсытып келесің? Адалдық деген бірақ нәрсеге ғана қатысты айтылмайды ғой. Бейсехан ойын тарқатып айтуға шорқақтығына басып, біраз үнсіз қалды. Есіңде ме, сен келін болып түскенде менің қолымда ағамның 3 баласы бар еді ғой. Ағам мен жеңгем қой бақты да, үшеуі мектепте оқу үшін осы үйде тұрды емес пе? Бейсехан көкейіндегі ойын тағы да түгел шығара алмай қалды. Иә, не сонда? Сол балаларға мен күн көрсетпеппін бе? Не айтайын деп отырсың өзің? Былжырамай айт шайтарыңды. Ажар шадырлана қалды. Солардың ішкен жегенін ауырсынып, интернатқа орналастырып едік қой. Мен баламыздың болмай жүргенін, сол кездегі пейіліміздің тарлығынан көремін. Құдайға шүкір. Мен шаруашылықта есепші болып істеуші едім. Дәл сол 3 баланың нанына жетерлік ақша келіп жатушы еді ғой үйге. Бейсехан өті бауырына жайылып кеткендей ауырсынып, үнсіз отырып қалды. Ажардың мінезі шәлкестеу, бірақ дәл осы сәтте сабыр сақтап, белден әлде қашан асып кеткен өмірдің артынан ұзақ телміріп отырып қалған. Іштей күйеуінің айтқанына қосылған. Сол үшін балаға қазымырланып, қытымырлық көрсеткені рас. Балалығым болды дейін десе, 30-ға келгенде, өмірдің ашы тұщысын татқанда отырып барып тұрмыс құрған. Күйеуінің бауырларына деген өзегінде арамдық болмағанымен, соларға қатал қабақпен қарағандығын мойындайды. Нанның өзін пышақ жүзіндей етіп, мөлшермен ғана кесіп беріп, қалғанын сандыққа салып тығып қоятын. Қарнаш балалар сандықтың кілтін талай бұзып, содан кейін бұдан оңбай таяқ жейтін. Үйде ұрыс-керіс басталатын. Сол үшін балалар бір күнде аудан орталығындағы интернатқа барып орналасқан. Бұдан іргелерін аулақтатқан. Бейсеханның аға жеңгесі аяулы жандар еді. Реніш тудырудың орнына интернатқа орналастырғандарың бек дұрыс болды. Мұнда 3 баланың тамағы мен кірі ауыр болып, сенен қатты қысылып жүредік деп, іні мен келінің алдына келіп, арадағы небір әңгімелерді жуып шайып, бауырмалдықтың дәрісін сеуіп кеткен. Ажар өткеніне дәл қазір жерге кірердей болып ұялып отыр. Одан да өткен сорақы қылықтар болыпты ғой. Бастапқыда бәрі өзіне дұрыс болып көрінген. Жасы келіп үйленген соң, Бейсехан да мұның өзімшілдігін бетіне баспапты. Енді Ажар бармағын қатты тістеді. Бұрын түсініксіз болып келген нәрселердің бәрі түсінікті, анық секілді. Өткен өміріндегі қателіктерін шын мойындап еді, денесі бір қызып, бір суды. Бұрындары көзінен жас шықпайтын, қазір жанарынан өкініштің өксігіндей болып парлап жатыр. Өзегі тазарғанын әлде бір түйсігімен сезді. Қайнағасы мен жеңгесінің үйлі жайлы болып кеткен 3 баласының алдында аяқтарына жығылып кешірім сұраймын деп ойлады. Алдымен Құдай кешірсе екен деп тілеген. 3 күн, 3 түн аузына нәр алмай, көз ілмей жалбарынған. 4-ші күн дегенде талықсып ұйықтап кетіп, Бейсеханның ажал алдындағы қорылында сезбей қалған. Енді міне, өзінің 2 қабат екенін енді білді. Алғашында ақылына сыйдыра алмаған. Бейсеханның 10 жыл күткен баласы өзі кеткен соң хабар беріп отыр. Тағдыр деп күрсінбеске шараң жоқ. Ажар жүгіріп барып жаңалығын абысынын айтқан. Абысыны көз жасын бір сығып алып, салмақты мінезінен айырылғандай абдырап құшақтап, ауылдағы әйелдерге құрсақ шашу берейін деп қорасындағы жалғыз қойды сойып, той қамына
кірісіп кетті. Құрсақ шашуға бүкіл ауыл дүрлігіп көшіп келгендей. Кезінде өкпелесіп қалған талай туыс бүгін араларында еш нәрсе болмағандай табысу мен жарасудың шайын ішті. Ажар да оларға пейілленіп, мейірлене қарады. Кештеу болған шашудан ауыз түйгендер Құдайдың мұнысына мың тәуба десіп тарқасты.